Баршаңызға сәлем, құрметті менің тыңдарманым. Өмір жолы арнасына қош келдіңіз. Арнама тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Алақанда еріген мұз. Қазіргі адамдар газет-журнал редакциясы түгілі алыстағы ағайын туысына да хатты ілуде бір жазады. Қаншама жыл өмірдің ыстық суығын бірге кешкен аяулы жандар бұрынғыша жүрек түкпіріндегі жылуы өшпеген сәттерді елжірей еске алып, бір-біріне сағынышын жазып, мөлтек сырларын мөлдірете жайып салмайды. Себеп біреу, 21 ғасыр хаттан өзге де байланыс құралдарына зәру емес. Баяғыдай құрметті редакция деп бастап, бұрқырата хат жазу да модадан кеткен. Дегенмен арнайлап редакцияға іздеп келіп, көңіл түкпірінде жатқан жан сырларын жайып сап, көңілдің кірі айтса кетеді, күндердің күнде бір кәделеріңізге жаратарсыздар деп қайыр хош айтысып кететіндер де шүкір там-тұм болса да табылады. Имене сәлемдесіп қарсы алдына кеп отырған осынау бидай өңді толқысыған биязы келіншектің де солардың бірі екенін бас редактордың іші сезді. Бейтаныс жан кішкене қол орамалмен терін сүртіп, шашын түзеп ішкі толқуын басып, сәл-пәл өзіне өзі келген соң тамағын кенеді. Таяуда газеттен сіздің бір әңгімеңізді оқып, өзім сияқты жалғыздықтан жабығып жүрген әйелдің ішкі жан дүниесін сипаттағаныңызға қарап, өз басынан кешкен оқиғаны жаздым екен деп ойлап едім. Өзіңізбен жолуға жүрегім дауаламай көп толғандым. Сыртыңыздан сұрастырып білсем, Құдайға шүкір балалы шағалы, ақар-шақар түтін түтетіп отырған жан екенсіз. Әу баста ішкі сырымды өзіңізге айтсам ба деп ниеттенгеннен кейін бәрібір осында кеп қалдым. Ол сөмкесінен түбіт мұрты енді тебіндеп келе жатқан, ат жақты шаралы қара көздері әлденеге таңқалғандай кең ашылған, аққұба жұқалтан өнді жас өспірімнің түрлі түсті фотосуретін шығарып, саяның алдына қойды. Менің ұлым аңсаған, сүйкімді бала екен. Әңгімені одан әрі қалай өрбітудің ретін таппады ма, бейтаныс келіншек тым-тырыс қалды. Әдейілеп келген шаруасы шер тарқату екенін сезген соң, сая оның ойын жинақтауына мүмкіндік туғызайын деп, суретке үңілген қалпы шектей созылып бара жатқан үнсіздікті үзуге асықпады. Өз ауылымның баласына институттан кейін тұрмысқа шығып едім. Қыз болып бой түзей бастағаннан қыр соңынан қалмаған. Шаңырақ көтергенімізге жыл толмай жатып, менің әке-шешем о дүниелік болды. Артынша көп ұзамай, уақыты жетіп, бірінен кейін бірі ата-енем өмірден өтті. Сосын бар ауыртпалық шаңыраққа ие боп қалған екеумізге түсті. Алғашқы жылдары солардың қатар келген қазасымен жүріп, көңіл аудармаппыз. Бір-бірімізді ұнатып қосылғанымызбен нәрестеміз болмапты. Басында жаспыз ғой, бола жатар деп өзімізді өзіміз жұбауратқанмен, жылдар өте келе бір шаранаға зар болдық. Қаралмаған емші дәрігеріміз қалмады. Қай-қайсысы да өше бастаған үмітіміздің шоғын үрлеп қояды. Ол кезде ауылда тұрдық, қатар құрбы құрдастар 3-4 сәбилі болып, балаларының алды мектепке барғанша құрсақ көтермедім. Үріп ауызға салғандай, сүп-сүйкімді томпиған бүлдіршіндерді көріп көзіміз қызығатын. Мереке тойларда жолдас журалармен басымыз қосылғанда, бәрінің айтары, балаларының қызықтары мен шыжықтары. Әңгімеге қосыла алмай, пұшайман хәлге түсетінбіз. Ешкімге сездірмегенімізбен, қызыңқырап отырған біреудің тілі тиіп кетіп, баласыздығымызды бетімізге басама деп қаймығып жүретін күндер тап қазіргідей есімде. Бірте-бірте түрлі сылтау айтып шақырған жерлерден ысырғақ бердік. Ақ құба өңі алабұртып, қарақат көздері жасаурай, үнсіз қалған жас әйел ішкі толқуын басып, өзіне өзі келген соң үзілген әңгімені одан әрі жалғады. Жаз шыға көбінесе екеуміз шипажайларда емделіп, демалып, ел көріп, жер көріп қайтатынбыз. Ол кезде кәсіподақ арқылы курорт, демалыс үйлеріне арзан жолдама алу оңайдың оңай еді ғой, деп сая оның сөзін тірілтті. Бірде демалыстан келе жатып пойызда бір ноғай кемпірмен таныстық. Әңгімешіл кісі екен. Тілі де бізге түсінікті, тіпті айырмашылығы жоқтың қасы. Жол қысқарту үшін талай-талай жайттерді сырғып шерттік. Ол кісі сөз арасында бала көтере алмай жүрген әйел, кішкентай нәресте асырап, бауырына салса кейінірек өзі де нәрестелі болатын, сондай әсерлі тілмен сендіре әңгімеледі. Өз басынан кешкен жағдайы болғасын ба, сөзі көкейге қона кетті. Ауылға бармай тұрып, жол жөнекей облыстағы жетім балалар үйіне соқтық. Ол жерде де далада жатқан бала жоқ.
Дені сау 12 мүшесі түгел сәбиге жұрт кезекке тұратын көрінеді. Біз сияқты бала асырап алғысы келетіндерге қанша мекеменің қағазы керек екен. Ойнақтап жүріп от басқан қыздар іштегі көк түйнектен құтылу үшін түрлі дәрі ішіп, кеміс қып туған жәудір көз сәбилерді көріп, көзімнен жас та шығып кетті. Біреуді бір жапырақ шаранаға зар қылған Құдай, баланың қадірін білмейтіндерге перзент беріп, сынайтынын қайтерсің? Бейтаныс келіншек терең күрсінді. Қолымызға балпанақтай баланы мә деп ұстата салатындай алып ұшып барған көңіліміз су сепкендей басылды. Басымыз салбырап керек қағаздарын дайындай беру үшін ауылға қайттық. Сыртымыз бүтін, ішіміз түтін. Ол үзілген әңгімесіне қайта оралды. Сүмбіленің басы еді. Елең алаңнан далаға шықсам, біреу дәл табалдырығымыздың үстіне ораулы нәресте қалдырып кетіпті. Ышқына жылай-жылай көк пембек болып шегі түйілудің аз-ақ алдында екен. Иегі дірілдегені болмаса дұрыстап дауыста шықпайды. Дереу үйге кіргізіп есіміз шығып кетті. Бала асырап алу жоспарда болғанымен дәл бұлай аяқ астынан Құдай бере салар деп күтпегендіктен шығар. Иә, рас айтасыз, қуанғанмен қорыққан бірдей екен. Күйеуім де мен де тосын оқиғадан ес жия алмай қалдық қой. Көктен іздегені жерден табылды деп осындайды айтатын шығар. Ұл бала екен, жаялығы су-су бұлжырап жатыр. Қол-аяғы тырбаң-тырбаң етеді. Екеуміз қып-қызыл титіндей тіршілік есін абдырап жүріп, қолымыздан түсіріп, не қатты ұстап бір жерін ауыртып алмайық деп, қорқа-қорқа жылы суға хош иісті сабымен көпірте жуындырдық. Көлдей ақ көрпеге орадық. Аузына аздап қант қосылған қайнаған судан тамызып, кеудеме басып едім, маужырай қалғып кетті. Өз көзімізге өзіміз сенбейміз. Біреу келіп баламды әкел деп тартып әкетердей есікті іштен іліп алғанбыз. Ешкімге есік ашпа деді де күйеуім асығыс киініп шығып кетті. Мен не істерімді білмей сәбиді құшағыма қысып үйдің ішін кезіп жүрмін. Кіп-кішкентай аузың бір жағына сәл қисайтып есінегені, тәмпіш танауын кіржиткені, пысылдап ұйықтап жатқаны, сәбиге ғана тән сүп-сүйкімді хош иісі бәрі жанымды елжіретіп, жүрегімді қуаныш кернеді. Ана болу қандай бақыт! Сол бір толғаныспен тебіреніске толы тамаша сәтті қайта бастан кешкендей, өткен шақты ерекше елжіре еске алған әйелдің нұрлана сұлуланған жүзінен сая көзін ала алмады. Бір қорап зат құшақтап машинадан түсіп жатқан күйеуімді терезеден көрдім. Екі езуі екі құлағында. Жаялық, емізік, қораптағы құрғақ сүттер мен түрлі жеміс шырындары. Тіпті көздің жауын алатын түрлі түсті шылдырмақтар мен шиқылдақ жұмсақ ойыншықтар дейсің бе? Келе сәбидің үстіне түсе өбектей өліп барады. Екеуміз бірімізден біріміз қызғанып, таласып та қаламыз. Оны қайдам қызық түс көріп жүрген сияқтымын. Сонымен баламыздың құжаттарын реттеудің өзі әжептәуір уақыт алды. Барлығын ойдағыдай шешкен соң, дүркіретіп шілдехана тойын жасадық та дереу қалаға көштік. Қызмет бабымен бе? Жоқ, аядай ауыл болғасын аузы жеңіл біреулер өсе келе сені өз шешең тастап кеткен деп айтып, ұлымыздың жүрегін жаралар деп қауіптендік. Қанша қимасақ та кіндік кесіп, кір жуған ата қоныспен қош айтыстық қой. Қара көзі дымданып, сәл-пәл үнсіз отырып барып бейтаныс жан әңгімесін сабақтады. Ауылда тұрғанымызда жұрт құсап, азғана мал ұстап, үй маңына егін салуға ықыласы соқпай, тікесінен тік жұмысқа барып келіп, диванда ұзынан түсіп, ертелі-кеш газет оқып, телехабарлар қараудан басқаны білмейтін күйеуім қалаға келісімен шаршау дегенді мүлде ұмытты. Өмірге деген құлшынысы артып, бойында бұрын өзі де білмеген жаңа бір қасиеттері оянып, тың күш-қуат қосылғандай. Студент кездегі жолдастарына қосылып, сауда-саттықпен айналысты. Қытайдан тауар әкеліп, көтерме сауданың көрігін қыздырды. Сол алғашқы жылдары рэкет деген бәленің қасқырша құтырып тұрған кез емес пе еді? Деді сая азаматтың алмағайып кезеңде бұрын істеп көрмеген шаруаға тәуекел еткеніне сүйсінісін жасыра алмай. Иә, телеарналар қалада болған неше түрлі қылмыстарды көрсетіп жататын. Мен уайымдамасын дейме, жол үстінде бастан кешкен қиындығын онша шешіліп айта қоймайтын. Жанын шүберекке түйіп жүріп, күні-түні бел шешпестен іске кірісті ғой. Ол мен оны аяйтын едік. Арқа сүйетін атанамыз жоқ. Жат жер, жаңа ортада екеуміз бір-бірімізді демеу көретінбіз. Келетін уақытынан кешіккен сайын тілеуін тілеп, Аллаға ғана жалбарынып отыратынмын.
аңсағанды көргенше асығып, аңсап келетін. Ол үйімізге келгелі өмір жаңа бір түске боялғандай төңірек түрленіп кеткендей еді-ау. Қарсы алдында қол орамалын бір бүктеп, бір жазып, ернін істелей үнсіз қалған бейтаныс келіншектің жанарын бірте-бірте көңілсіздік бұлты торлай бастағанын сезімтал Сая сезді. Аз ғана жылда тасы өрге домалап, шаруасы дүркіреп, жеке фирмасын ашты. Иран, Түркия, Араб елдерімен сауда байланысына шықты. Бастапқыда таң атпай дірдектеп, баланы балабақшаға сүйрелеп, түтін сасыған тап-тар автобустармен жұлым-жұлымың ша жұмысқа барудан құтылғаныма қуанғанмын. Кейін жиһаз толы қос қабат үйдің күндіз-түні іші сыртын сипалап, бау-бақшасын баптау бұлжымас міндетіме айналып, мойныма қалай ілінгенін түсінбей қалдым. Басында өзім бәріне де үлгеріп жүрген соң, жұрт құсап қызметші ұстайық деуге аузым бармаған. Үйде бос отырып өзімдей адамды қалай жұмсаймын, ұят емес пе деп ойлағам. Бойы басымды күтіп, сыланып-сипанып, жұрт сияқты көшеге шығып, бірнеше жыл бірге қызмет істеген қыз-келіншектерді көруге зар болдым. Күйеуім ерте кетіп, кеш келеді. Көмесе шаршап келіп, тамағын ішер-ішпестен төсекке құлайды. Баламыздың да өз қызығы өзінде. Күні кеше ғана сәл ауырса, уайымдап, түн баласы кірпік ілмей, қасында отырып, қашан өз бетінше отырар екен, қашан тәй-тәй басар екен, қашан тілі шығады екен, алғашқы сөзі не болар екен, деп асыға күткен сәбиіміздің көзді ашып жұмғанша қалай лезде өскеніне таным бар. Ұлының сәбилік шағын көз алдына елестеткендей, өз ойымен өзі боп, үн-түнсіз қалған бейтаныс әйел кішкенеден соң әңгіме арқауына қайта оралды. Аңсағанды әкесі кез келгеннің қолы жетпейтін қаладағы дәулетті отбасылардың балаларына арналған ақылы мектепке берген. Оқу орны өз микроавтобусымен алып кетіп, үйге әкеп салады. Үйге келгендегі бар ермегі компьютер. Күндіз-түні қылқиып соған үнледі де отырады. Болмаса сағаттар бойы құдды әкесі құсап, телефон құлағына жабысып алып, анда-санда да нет деп қойып, жолдастармен сөйлеседі де жатады. Не айтатындарын кім білсін? Сыртынан сүйсініп қарағаным болмаса, сөзіне араласқан емеспін. Күйеуім бұрынғы әдетімен жыл сайын шетел асып курортқа кететін. Сіз ше? Бастапқыда үйді қалай иесіз қалдырамыз деп күмілжіген соң, жұмыс басты болып шаршап жүрген сол алаңсыз демалсыншы деп, ілесе шаппай, кейіндеп қала беретінмін. Күндердің күнде ол үйге қонбай қалатын өнер шығарды. Жұмыс деп шапқылап жүріп, аяқ астынан бірдеңеге ұшырап қалды ма деп, үй маңынан жүрген тұрған көліктің жарығына жалтақтап, сыбдыр еткен дыбысқа елеңдеп, таң атқанша басыма сан қилы үрейлі ойлар келіп, қашан табалдырықтан аттағанша қу жаным қуырдақ болатын. Беттен алып төске салып әйел боп ашу шақыру менің табиғатымда жоқ. Аман сау келді ғой әйтеуір деп, жүрегім орнына түскен соң, зыр жүгіріп тамағын беремін. Сөз арасында қайда жүрсең де хабарласып қоймайсың ба? Сені бір пәлеге ұшырады ма деп, иман зәрем қалмады ғой, деп өкпелесем, әдепкіде ақталып бірдеңе айтатын. Жолдастармен сауна, казино, бильярд, пикникке бардық дегендей. Кейін маған айтар сылтауда таусылдау деймін. Отбасы болып төрт көзіміз түгел бір дастархан басында шүйіркелесіп, тамақ ішпеген соң, мерекелерде бірге тойлап, бірге қыдырмаған соң не өмір? Ренжіп қабақ түйсем, жап аузыңды, мына үй, мына ақша, мына дүниені әкеңнің үйінен әкеліп бедің. Кімнің арқасында күн көріп отырғаныңды ұмытайын деген екенсің, деп ашу шақыруды шығарды. Бірте-бірте менің де бетім ашылып, ептеп мінез көрсете бастадым. Қарсы сөйлеймін деп, оңбай таяқ жеген күндерім аз болған жоқ. Биік қақпаның аржағында не болып жатқанын көрші-көлем көрмегенімен, бет аузым көгеріп, аяқ астынан ауылдағы жолдас жора ағайын туыстар келіп қалмаса екен деп зәре құтым қалмайды. Аңсаған неге көгергенін сұраса, әкесіне деген жылы сезімін суытқым келмей, жоғары қабаттың баспалдағымен түсіп келе жатып, байқаусызда сүрініп кетіп бірдеңеге ұрып алдым, дей салатынмын. Жан сырын жасырмай жайып салған осынау кең пейіл келіншектің әңгімесін тыңдап отырып, Сая ішінен байғұс әйелдің тамағы тоқ, көйлегі көк болғаны не керек, уайымы да көп екен-ау деп ойлады. Ол да бұның ойын оқып қойғандай іле-шала сөзін жалғады. Сіз сенесіз бе, кейде өзім басқа тартса, аяққа жетпейтін тар пәтерде тақыл-тұқыл күн кешкен, бірақ қызық қуанышы мол сонау бір жылдарымды сағынамын. Аңсағанымның сәби кезін аңсаймын. Балабақшадан үйреніп келген тақпағын айтып, былдыр-былдыр сөйлеп қасында отырып, ас піскенше илеген қамырымды әурелейтін.
Ол да сол уақытта шашынан иіскеп арқасынан сипап еркелеткенімді онша қаламайтын. Ұялатын шығар. Өзінше жігіт болған түрі ғой, деді Сая өмірінде көрмеген бейтаныс жасөспірімді үйдегі өз ұлымен салыстырып. Отбасы ошақ қасынан ұзамайтын осы анам не біледі? Дей ме? Аңсаған да бұрынғыда емес, онша ашылып сөйлемей, не тындырып не қойып жүргенін айтпауға айналды. Әкесі ұқсап тамақ үстінде газетке үңіліп, сөз жұмбақ шешіп отырғаны. Кейде әңгімелескім кеп бөлмесіне кірсем, музыка тыңдап шалқасынан түсіп жатады. Әкесі бір сөзінде кәмелетке толысымен жеңіл көлік сыйлайтын айтқалы бері тездетіп өсуге асығып, уақыт санап жүргенін сезетінмін. Сол әдемі арманы үлкен қып үрлеп, қызыға тамашалап тұрғанда аяқ астынан шар сияқты тарс етіп жарылды. Бірақ күнде, көзді ашып жұмғанша, сөйтіп мүлде ғайып болды. Сонда қалай? Әкесі аяқ астынан қайтыс болды ма? Саяның үні үрейлі шықты. Бейтаныс әйел терең күрсінді де басын шайқады. Сол күні аулада құлпынайдың арам шөбін жұлып жүргем. Әдемі жас әйел үйіміздің қақпасын қақты. Мода журналынан жаңа шыққандай. Киімдері өзіне сондай жарасымды. Үстімдегі жұпыны киімнен қысылып барамын. Ал ол төңіректі көзімен ішіп жеп, күйеуімнің атын атап, соның үйіме деп сұрады. Басымды изедім. Ол мені үй қызметшісі деп ойлап қалды ма? Әйелі үйде ме деп сұрады. Сол сәт қақпадан кіріп келе жатқан ұлымызды көріп, әлгі асырап алған баласы осы ма? Деп дауыстады. Дауысы апанық. Әдейі аңсаған естісін деп қатты айттау сірә. Аңсаған қалт тұрып қалды. Бей мезгіл қонақ ештеңе сезбегендей, көп кешікпей осы үйдің хозяйкасы мен боламын. Сонда бәріңді де ашсам алақанымда, жұмсам жұдырығымда ұстаймын. Бала таппаған бедеу әйелін тастап, ол маған үйленеді. Вот так. Мына кең аулада мен туған балалар асыр салып жүретін болады әлі, деді де, біз тақа өкшесі тықылдап, келген ізімен кері бұрыла бергенде көзім қарауытып кетті. Есімді жисам ауруханада жатыр екем. Кім апарды, қалай түстім, қашаннан бері жатырмын, бірін білмеймін. Бетім бері қараған соң ауруханадан шығып, сүйретіліп үйіме бардым. Автобусқа төлейтін тиын тебенді ауруханада бірге жатқан әйелден сұрап алғам. Арсылдаған дәу қара итті шынжырлап қойыпты. Үйдің маңы түгіл шаңына жуытпайды. Шыбын ұшып өте алмайтын биік қақпаны дүрсілдетіп қанша қаққанымен ешкім шықпады. Сыңар көзбен сығалап қарау мүмкін емес. Саңлау түгілі сызат та жоқ. Өрмелеп шоу ол да бос қиял. Ыстық күнде миым айналып, сол төңіректе сандалып жүрдім де қойдым. Беттің арын белбеуге түйіп, көршілердің есігін қақтым. Ойым кеуіме телефон соғу. Бірінен бірі асқан зәулім сарайларда тұратын бір көршімізбен жақын араласып көрмеп едік. Кімдер тұратынын да білмеймін. Біреулерінің үй қызметшілері, біреулерінің балалары шығып, бас аяғымды шола бір қарайды да бастарын шайқайды. Танымасын сыйламастың кері. Үй жағалап жүре-жүре қаланың шет жағындағы жатағанда жұпыны үйлер тізілген қисық көшеге түстім. Түртіп қалсаң, құлағалы тұрған ескі үйлері өздерімен құрдас өлмелі кемпір мен шалғана оң қабақ танытып есіктерін ашып, табалдырықтарынан аттатты. Жаман шынын айтамын деп сырын айтады. Мән жайға қаныққан соң олар жайылып жастық иіліп төсек болып, барын аузыма тосып әлек. Ас су ішіп ес жиған соң сол маңайдан телефон іздеп тауып күйеумен сөйлестім. Алғашқы сұрағаным баламыз болды. Аңсаған қайда деген сұраққа күмілжіп ештеңе айта алмады. Ертең офисқа кел, жолыңа жететін ақша беремін. Саңдалмай елге қайт деді. Әңгіменің осы тұсына келгенде Сая шыдай алмай, ойпырмай не деген қатыгез жан еді. Қанша жыл өліп өшіп жақсы көрген баласын қызығы басылған ойыншық құсатып, тағдырдың тәлкегіне тастай салып, өлі тірісін білместен, қайда жүр деп іздеместен, қалай дәті шыдап отырғаны, деді ышқына. Сол бір күйінішті сәт есіне қайта түскендей, көзіне жас тұна дір-дір еткен келіншек аз ғана сүлістен соң әңгімесін жалғастырды. Қайырымды кемпір шалдың үйінен түнеп шығып, ертеңіне аңсағанды іздеп мектебіне бардым. Мұғалімдердің айтуынша мектепке ат ізін салмағалы айға жуықтапты. Бірге оқитын жолдастары да оның қайда жүргеннен бейхабар екен. Бір хабарын білемін деп сандалып күнде келемін. Осындай үлкен қаладан жоғалтқан адамыңды іздегеннен гөрі шөмеле арасынан ине іздеген оңай шығар деп салым суға кеткендей амалым құрып, полицияға хабарлағаннан басқа жол қалмадау деп
ілби басып кетіп бара жатыр едім, артымнан сүйкімді бір қыз бала жүгіріп келді. Апай, аңсағанның қайда екенін дәл білмегенмен шамалаймын деді. Қуанғаннан жүрегім жарылып кете жаздады, құшақтай алдым. Бірақ ол жолдас балаларының айтуына қарағанда нашақорларға қосылып кеткен сияқты. Сіздің сөзіңізді тыңдар ма екен, деді күмілжіп. Оның сөзінің аяғын естімей, құлағым тарс бітеліп буын-буыным дірілдеп кетті. Нәп-нәзік сол балғын қыз болмағанда кім біледі не болатынымды. Қандай қиындықпен, қалай тапқанымды айтсам, біраз уақытыңызды алармын, деді де еске түсірудің өзі оңай тимейтін сол бір қиын сәттерді қайтадан көз алдынан өткергендей терең күрсініп, өз ойымен өзі оңаша отырып қалды. Терезесі тұмшаланған қара көлеңке пәтердегі күлімсі иістен бас айналады. Кір-кір төсекте жатқан, көзінің алды көгеріп, жағы қушиып, адам танымастай өзгерген ұлымды көріп, еңіреп қоя бердім. Омырауыма басын тығып, ол да өксіп жіберді. Бала кезіндегіндей басынан сипап, құшағыма қысқан қалпы қозғалмастан ұзақ отырдық. Екеуміз де үн-түнсіз егілдік. Білегінің сау жері жоқ. Тамырының бар жеріне ине тығылған. Аңсағанды сүймелдеп алып шығып таксиге отырғыздым. Былқ-сылқ етіп буындарын ұстай алмайды. Іші бауырым қан болып езіліп барады. Сыр бермеуге тырысып, өзімді өзім қолға алып, Құдайдан қуат бере көр деп тіледім. Сымбаттың маған жөн сілтеген қыздың аты солай еді. Анасы дәрігер екен. Ол кісінің көмегімен баламды наркологиялық емдеу орнына орналастырдым. Еркелетіп маңдайынан сүйемін, желкесінен иіскеймін. Күн шуағына мойын созған күнбағыс құсап, ол да менің әрбір келуімді дегбірсіздене күтетін болды. Күн сайын келсем де аналық мейірімді сағынып қалатын сияқты. Таяуда ол емделіп шыққан соң елге оралдық. Ел іші алтын бесік қой. Ағайын туыс, жолдас жораның ортасында өмірді жаңадан бастағалы жатырмыз. Осындағы тәуір мектептердің бірінде балам оқуын жалғастырды. Мен де өз мамандығым бойынша жұмыс іздестіріп жүрмін. Бірақ аяғы ауыр әйелді жұмысқа кім алушы еді? Кім? Сіз бе? Сіздің аяғыңыз ауыр ма? Деп таңдана дауыстап жібергенін Сая өзде сезбей қалды. Ұяла күлімсіреген әйел басын изеді. Бұл тағдырдың кереметін қойсайшы, қанша жыл зарыға күткен нәресте менің бойыма біткенін алғаш рет ауруханаға түскен кезде бірақ білдім ғой. Бақыт ұзатылатын қыз, байлық алақанда еритін мұз. Бала артыңда қалатын із деген нақыл сөзді естіп пе едіңіз? Қателеспесем Төле би бабаның айтқаны ғой деймін. Ендігі бар мақсатым аңсағанымды түзу жолға салу. Енді ала жазса бар ғұмырымды қос құлыныма арнаймын. Мұнда келу себебім бір балаға зар болған өзімдей жандар ешқашан үмітін үзбесін. Шын тілесе ерте ме кеш пе тілектері қабыл болады дегенді газет арқылы айтқым келген, деді ол бекем үнмен. Бастан кешкен өз қателігі басқаларға сабақ болар деген оймен жан сырын бөлісуге кепті. Иттік қылған қосағының аты жөнін жариялап, жер әлемге масқарасын шығарып, өшпенділікпен өш алуды мақсат етпей. Бұл оның жүрегінің кеңдігін, парасат пайымының тереңдігін көрсеткендей еді. Жас болса да, қызмет бабымен талай жанның тағдырына араласқан бас редактор бір сағат бұрын мүлде бөтен жан болып келіп, әп-сәтте жақын құрбысына айналған бейтаныс әйелмен қимай қоштасты. Бүгінгі сыйлаған әсерлі әңгімем сізге ұнады деген ойдамын. Соңына дейін тыңдағаныңызға көптен көп рахмет. Ой пікіріңізді қалдырып, лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыз.